Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын медовик торттың рецебімен бөлісетін боламын. Орташа оттағы суға ыдысымызды қойып, үстінен сармаймызды салып, оны ерітетін боламыз. Ери бастаған сәтте қантымызды қосамыз және бал қосамыз. Балдың неғұрлым табиғи болса, соғұрлым дәмді шығатын болады тортымыз. Балды да қосып, ақырын араластырып ерітеміз. Үстінен сода қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ас содамыз көпіріп, екі есе ұлғайып, осылай бізде қоңыр түске ене бастаған кезде оттан алатын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып, жақсылап араластырып аламыз. Және де сол сәтте кішкене суығаннан кейін балымызды үстінен қосып, бәрін жақсылап біріктіріп араластырамыз. Араласқан массаның үстіне ұнымызды қосып, қасықпен не болмаса осындай силиконды лопатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ол және де қоюлана бастайды. Сол сәттен бастап қолдың көмегіне жүгінеміз. Яғни жақсылап қамыр илейміз июі қанғанша. Бізде қолға жабыспайтын осындай масса болу қажет. Егер қолға жабысып жатса, азын-аулақ ұнды қосып икемге келтіріп аламыз. Және де бұл қамырымызды 8-6 бөліктерге бөлесіздер, яғни өз қалауларыңыз бойынша. Мен 8 бөлікке бөлдім. Осылай дөңгелектерге келтіріп, ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып қоятын боламыз. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін. Құрғақ табаға 2 ас қасық ұн саламыз, жұмыртқа шағып саламыз және үстінен қант қосып, ванилинді қасықтың ұшымен ғана көз мөлшермен салып аламыз. Үстінен сүттің аз бөлігін құйып, жақсылап араластырамыз біркелкі етіп. Одан соң қалған сүтті толықтай құйып араластырып, отқа қоямыз. Орташа отта үздіксіз араластыра отырамыз. Осылай бұрқылдап, қайнап, қоюлана бастаған сәтте оттан шығарамыз. Және үстіне сары майымызды салып ерітеміз. Үстінен пищевой пленкамен жауып, ВКонтакте, яғни бетін тигізіп жауып, осылай бөлме температурасында суытамыз. Ендігі кезекте қамырымызды осындай силиконды коврик немесе пергаменттің үстіне жұқа етіп жайып аласыздар. Жайылған қамырымызды кез келген формамен немесе дөңгелек затпен өлшеп, осылай кесіп аласыздар. Үстін вилкамен тесіп, 180 градусқа 3-4 минутқа пісіріп алатын боламыз. Корждарымыз пісті. Енді осы корждардың шеттерін пакетке салып, оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Егер сіздерде блендер болса, блендердің көмегімен езуге болады. Менде блендер жоқ болғандықтан оқтаудың көмегіне жүгіндім. Және де дайын болған кремімізді әр корждың арасына 3-4 қасықтан сала отырып, тортымызды жинайтын боламыз. Және де барлығын жағып болғаннан соң осылай торттың шеттеріне де қалдырмай жағып шығамыз. Коржымызға крем сіңу үшін тоңазытқышта 20-30 минуттай қалдырамыз. Тортты тоңазытқыштан алып, бетіне майдаланған крошкаларды сеуіп шығамыз. Және де шеттеріне осылай пышақтың көмегімен тигізе отырып жағып шықсаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Осымен тортымыз дайын, өте дәмді, ауызда еритін, жұмсақ болып шығады. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчикті басып, все дегенді таңдап қойыңыздар.